Атса ема тағы ұтылатын болдық қой. Боңдар тезтез, ей, давай, на командадан оң жақтан шықсай, оң жақтан. Ё-майо, тағы ұтылатын болдық ау. Аға, ема, ағау. Сам сенбейсің, ема. Күте тұр, компьютерім жауып алайын, давай, айт енді, не болды? Анау ше, далада ше, бомж көріп қалғасың ғой. Енді бомж оған несін көресің де енді, оның не іс жаман, соны айтуға келдің бе? Жо, иті ол біздің есіктің алдына үйін құрып алған ғой. Ой, давай кет көрсетші маған, қызық болып кетті ғой жота. Кеттік, жүр онда артымда менің. Мынаң шымен біздің есік алдына палаткасын құрып апты ғой, жайғасы мынаны қуып жіберу керек қой мына жерден. Қарындас, сіздікі жай ма или қалай түсінуге болады? Сіз біздің есігіміздің алдынан құрып апсыз үйіңізді? Сәлеметсіз бе, менің атым Камила, менің барар жерім жоқ. Мен қайда барсам да бәрі мені қуып жіберді. Көмектесіңіздерші маған осы жерде қалуға рұқсат бересіздер ме? Таба баратын жерің жоқ па? Неме бәлем, біздің негізі есік алдында тұруға рұқсат бере алмаймын ше. Неқта адамдар неғып көбейіп кетті. Мәл тұра берші, бар өзің білші, қашан тұрсаң да, бірақ не істемеш, адамдар шақырып үйдің алдын сасытпашы. Асылбек, кеттік, адалдықпен шайымызды ішіп алайықшы, жүрші кет. Ой, қарным аш кетті бар ғой. Мына барып мына үйден тамақ сұрамасам, жота беретін сияқты ғой. Үйге біреу келіп тұр ма? Қазір мен барып көріп берейінші. Асылбек, сен осы жерде анау жей бер, қазір көрейін. Бізде, мынау бағанағы бомж емес пе? Атың кім еді сен? Комотик па, Камила ма? Кім едің? Артур, есік ашылмай жатыр. Неғып келдің? Маған тамақ берші. 3 күннен бері нәр татпадым. Қарным шырылдап бір-біріне жабысып қалды. Бір минут күте тұр, мен Асылбекке айтайын. Асылбек, анау бомж келіп тұршы. Асылбек, қаяқтасың? Қайтан телефонға телміріп кеттің бе? Одан көрі өзім-ақ бере салайыншы, бір пицца барып бере салайын қазір. Камила, сен мынандай тамақ жеп көрмеген шығарсың енді. Жеп көрші, саған да бұйырсын осындай тамақ. Ойбай, өзім жеп қойыппын ғой. Рахмет. Болды, баршы енді, мен кеттім, жұмысыма барайын енді ертарақ. Мен кешегі батым сәлше, қазір компьютеріма отырып алайын. Қаяқты еді, вот тұрген ғой, қосамыз және мен қайттан зданиеға барым керек пе? Мен бармасам болмай тұр екен, қой кеттім, мен зданиеға ертарақ барып қайтайын бизнесіме. Қандай керемет, мен бизнесім өзім үй жағымда ше, рахат ше, крем келем үй мына жерден. Мен менеджерларым бәрі қайда кеткен, ито мұнда азғандай машина қапты. Нормаль негізі жүріп атқан сияқты, жайлап қазір көрейікші. Мен бизнесім сауда болмай қапты ғой, сонда машиналардың бәрі қайда кетіп қалған? Қап құдай, бұл не болғаны? Әшінде жүріп тұратын бизнесім минусқа кіріп баратыр ғой. Майо, не істесем болады қой. Үйіме қайтайыншы одан көр. Алдын бір рет апам айтқан еді, егер жолың болмай жатса садақа бер деп. Шынымен садақа беріп көрсем қалай болады екен? Раз мұны садақа сұрап жүр екен, давай берейін енді. Қане ала қойын ақшаны, бірақ бұл ақшаға ішіп шегіп кетпе. Бұл енді жақсы нәрсеге жұмсай енді бұл ақшаны. Саған өте рахмет. Маған бұл күнге дейін ешкім де былай көмектеспеген еді. Мың алғыс. Менің бизнесім жүрмей қалса өте жаман болады. Менің Асылбегім не істейді? Оған осы үймен бизнес тастап кетем деген ем. Там аға, не істеп отырсыз бұл жерде өзі, Короче, Асылбек, мен жақында бизнес сапармен басқа елге 1-2 жылға кетуім керек болады. Сол кезде саған осы жақта бизнесімді және жаңадан сатып алған үйімді тастап кететін боламын. Сол, саған айтарым, сен кішкентай болсаң да өзің отыра алатын шығарсың, Жо, мен бір өзім қалаймын, менде көп ақша бар, алды бармай-ақ қойшы, өтініш. Бармасам болмайды, Асылбек, біз ата-анамыздың үмітін ақтауымыз керек. Ойбай, ұйқым қандай, кет жұмысты көріп сақшы компьютерін. Асылбек, не алып жүрсің? Көрейікші. Асылбек, бол, тез мотоциклмен біз баруымыз керек жұмысқа. Не болды, тез айтшы. Бол, барған екен, бол, отыр. Не қашып кеттің? Босай, Асылбек, бол, не алып тұрсың нерде? Бол, кеттік. Кір, компьютерлерді қара жерекші қазір. Шынымен де барлығы өтіп кеткен. Сонда ана қыздың байланысы бар ма бұл жерде? Садақаға? Мен ана қызға, рахмет айтуым керек, қазір тауып алайыншы, бұл біздің жанында еді ғой. Міне керемет. Ана қыз қайда кетіп қалған? Камила, атып шықты ғой мынау. Камила, біз үйге барып сөйлесе аламыз ба? Бір әңгіме бар еді саған айтатын. Қарсы емеспін, жүріңіз. Біріншіден келгеніңізге рахмет, екіншіден астан алып отырыңыз. Және сізге айтатын әңгімем ол енді
сәл нормально емес деп естілуі мүмкін, бірақ енді өз таңдауыңыз. Мен жақында шетелге кетер едім ше, соған Асылбек біреузі қалады, соның жанында қалсаңыз деп едім. Қазір Асылбек те келеді, оның өзінен де сұрап көрейік. Бірақ ең маңыздысы бұл сіздің жауабыңыз болып тұр. Сіз келісесіз бе бұған? Асылбек егер де я деп келсе, онда мен де қарсы емеспін. Жотам аға, мен не үшін шақырдың негізі? Короче, Асылбек, мен сені Камилаға тастап кеткім келіп тұр ше. Өзім шетелге кеткенде 1-2 жыл Камиламен тұра тұрсаң, қалай қарайсың жалпы? Негізі Камиламен тұру жаман идея емес, бірақ мен оны танымаймын да ғой. Но түріне қарасам қатты жаман емес секілді. Егер сен қаласаң, онда мен тұрамын. Ондар шешілді барлығы. Камила жоғары қабатта киімдер бар, соны кие бер. Ал сен жүр менімен бірге Асылбек, короче, екеуміз анау екінші үйді дайындай беретін боламыз. Аға, осындай дәу медіне біздің үйіміз? Конечно, дәу ғой, дәу. Короче, мен кеттім, барып Камиланы алып келейін, я, сен осы реттей бер осы үйді. Қандай красоткамын, маған тең келер ештеңе жоқ болып тұр ғой. Мынау байдың киімі маған жарасты. Қазір алға келіп қалған шығар, барып түсейін. Әдемі болып кетсің ғой, Камила, жүр енді, сені апарып тастайын ана үйіме. Сөйтіп мен дәл қазір кетуім керек болып тұр. Ертең шетелге тез болып жіберсеңдер кеттік. Иә, қазір келе жатырмын. Мінекей, мынау сендердің жаңа қоныстарың. Осында менсіз тұратын боласыңдар енді. Ал сендерге сәттілік. Давайте, мәңдір сендер ақшаны алыңдар, ақшаны, екеуіңді жететін ақшаны. Вроде мына жерде әжептәуір миллиондар бар. Айтпақшы, Асылбек, сен бизнеске жақсы қара, мә, саған да призм бар, мен мынандай ақша. Короче, осы ақшаларды алыңдар да енді бақытты өмір сүре тұрыңдар 1-2 жыл. Мен келгенше енді амалдасыңдар, ары қарай бәріміз бірге өмір сүретін боламыз.